Сәлем құрметті көрермен, бүгін сіздермен бірге кинода 2010 жылғы «Я видел дьявола» атты қылмыстық триллердің сюжетін бірге талдаймыз. Микроавтобус қарлы жолмен жүреді және дөңгелегі тесілген көліктің жанында тоқтайды. Көліктің жүргізетін жағында Чойон, күйеу жігіті Ким Сохёнмен телефон арқылы сөйлесіп отыр. Автокөліктің техникалық көмегін күту кезінде микроавтобус жүргізушісі Чойонге келіп өз көмегін ұсынады. Бірақ күйеу жігіттің кеңесі бойынша қыз сыпайы түрде бас тартады. Жүргізуші микроавтобусқа оралады, ал Чойон қобалжи бастайды, өйткені ол ұзақ уақыт кетпей тұрады. Содан кейін ер адам қызды бірнеше рет балғамен ұрады, сөйтіп микроавтобусына салып алу үшін оны көліктен шығарады. Жүргізуші Чойонды қараусыз қалған ғимаратқа әкеліп, шешіндіріп полиэтилен пакетіне орайды. Зұлым адам оның қолын ұстап, ағаш бағанаға байлаған кезде қыз есін жинайды. Чойон бейтаныс адамнан жүкті екенін түсіндіру арқылы оның өмірін сақтап қалуын өтінеді. Бірақ бұл маньякты тоқтатпайды. Бала көпірдің астынан үлкен емес пакетте кесілген құлақ тауып алады. Кешке ондаған полиция қызметкерлері жәбірленушінің денесін іздеп аумақты қоршайды. Бас детектив қыздың әкесі Чо мен Сухён шетте тұрып не болып жатқанын бөлек бақылайды. Полицейлердің бірі қыздың кесілген басын тауып, оны қорапқа салып, көлігіне апарып, медициналық мамандарды шақырады. Қызметкер судан шығып, аяғы сүрініп кеткенде, қыздың басы Сухённың аяғына қарай домалайды. Көптеген журналистер оны жерде суретке түсіре бастайды. Ал Сухён болса өз-өзіне келе алмайды. Ал Чо жылап, өзінің қызын қорғай алмағандығын айтады. Қалыңдығының жерлеу рәсімінде Сухён көз жасын ұстай алмайды. Жігіт қандай жағдай болмасын, Чойонның өлтірушісін тауып, зұлымды аяусыз жазалауды шешеді. Сухён арнайы агент барлау қызметінде жұмыс жасайды. Ол жұмыстан 2 апталық демалыс алады. Сөйтіп оны кек алудан ештеңе алшақтатпайды. Әріптесі жігітке миниатюралық диктофон береді. Ол яғни иесіне оның координаттарын береді және оның жанындағы барлық сөйлесулерді микрофон арқылы жазады. Келесі күні Сухён детектив Ченнің кеңсесіне келеді. Ол қонаққа бұрын аса ауыр қылмыс жасаған кісі өлтіру бойынша 4 негізгі күдіктінің құжаттамасын көрсетеді. Жігіт бірден пәтерге бірінші бұзақыға кіріп, бірнеше ашылмаған кісі өлтірулерін мойындауға мәжбүр етеді. Алайда Чойонды ол өлтірген жоқ болатын. Сухён жолда екінші қылмыскерді қуып жетіп, оны көлікпен қағып, жақсылап тұрып ұрады. Бірақ бұл қылмыскер де қызын өлтірмеген болып шығады, сондықтан агент 3-ші күдіктіге өтеді. Жалғыз қыз аялдамада түнде автобус күтіп тұрған болатын. Сол сары микроавтобус келіп жетіп, және жүргізуші бейтаныс қызға жеткізіп тастауды ұсынады. Қыз алдымен бас тартады, бірақ соңында жолаушылар орындығына отырады. Ол әңгіме бастауға тырысады, бірақ жүргізуші көп үндемейді. Күтпеген жерден маньяк темір құбырды қасына алып, қыздың басынан бірнеше рет қатты ұрады. Ал сәл кейінірек қыздың басын кесіп тастайды. Сухён 3-ші күдіктінің ата-анасының үйіне келіп, сақтандыру агенті болып көрінеді. Жігіт өзіне қажет адамның аты Чанген Чхол екенін түсіндіреді. Ал ер адамның ұлы атасы мен әжесімен бірге тұрады екен. Кемпір Чанген Чхол мұнда жақында пайда болған жоқ деп түсіндіреді. Бірақ ол қонақтың қолындағы фотосуретінен бірден ұлын таниды. Ал Чанген Чхолдың ұлы әкесінің қазір қайда тұратынын айтып береді. Сухён үй иесі үйде болмаған кезде Чанген Чхолдың баспанасына енеді. Агент жабық жәшіктерден әйелдер сөмкелері мен іш киімдерін тауып, осында маньяк тұратынын түсінеді. Бөлмені іздеуді жалғастыра отырып, жігіт кәріз торынан қалыңдығының сақинасын тауып алады және көз жасын ұстай алмайды. Мектеп микроавтобусының жүргізушісі кісі өлтіруші маньяк болып шығады. Бұл маньяк үшін тамаша жасырыну. Полиция қылмыскердің жеке басын білгеннен кейін детективтер мектепке келіп қызметкерлерге Чанген Чхолға қоңырау шалуды бұйырады. Жүргізуші мектептен қоңырау шалып жатқанын көріп, істің жаман екенін бірден түсінеді. Салонда соңғы болып бір оқушы қалып қояды және маньяк оны өлтіру туралы импульсивті шешім қабылдайды. Зұлым адам байғұс қызды үлкен жылжайға әкеледі және қызды шешіндіре бастайды. Сөйтіп Сухён күтпеген жерден пайда болады. Маньяк оны орақпен ұрады, бірақ дайындалған агент өте жақсы күрескер болып шығады және Чанген Чхолдың алдын алып тез жеңеді. Сухён оңбағанды полиэтиленмен тұншықтырады, содан кейін басын тасқа ұрады. Агент зұлымды өлтіруге дайын, бірақ кенеттен бұл өлім ол үшін өте оңай болатынын түсінеді. Сухён Ген Чхолға кішкентай аппаратты жұтқызады, содан кейін қолын сындырады. Ген Чхол жылыжайда есін жиып, кеудесінде ақшаның толық конвертін тапқанында таң қалады.
Маньяк орманда микроавтобусты лақтырып, жолда алып кететін адамды табуға тырысады. Ал Сухён оны GPS трекермен бақылап отырады. Ақыры Ген Чхёлдың қасына бір жолаушы отырған такси тоқтайды. Ген Чхёл назарын оған бүкіл жол бойы жақсы емес ниетпен қарап отырған екінші жолаушыға аударады. Ал жүргізушінің сыртқы келбеті оның лицензиялық карточкадағы фотосуретімен сәйкес келмейді. Ген Чхёл бандиттерге тап болғанын түсініп, жүргізуші мен жолаушыны бірнеше жерден пышақтап, салқынқанды түрде өлтіреді. Ал көлік жолдан ұшып кетеді. Көп ұзамай маньяк есін жиып, багажниктен нағыз такси жүргізушінің денесін тауып, өлтірген екеуін психопат деп мысқылмен атайды. Жараларын таңу үшін Ген Чхёл шағын жеке клиникаға барады. Агент оның артынан ізінен қалмай жүреді. Маньяк енді өзінің нәпсісін ұстауды қажет деп санамайды, және жараларды емдегеннен кейін ол жас медбикені қосалқы бөлмеге қамайды. Жауыз қызға оны жаман ниетте толық пайдалану үшін шешін деп бұйырады. Сухён маньяктың асқазанындағы микрофон арқылы не болып жатқанын естиді және араласу уақыты келгенін түсінеді. Агент тағы да жауызды аяусыз ұрады және өкшесіндегі сіңірді кесіп тастайды. Содан кейін маньякқа көмектесу үшін медбикеден қалуды сұрайды. Сухён Ген Чхёлге оның қорқынышы енді ғана басталғанын сыбырлайды. Ген Чхёл көлікке әрең жетеді және аз жарықтандырылған тас жолмен жүреді. Ал Сухён оның соңынан еруді жалғастыруда. Көп ұзамай көлік бұзылып, Ген Чхёлды әскери күштер қалаған жеріне апарып тастауға келіседі. Олар оның қандай адам екенінен бейхабар еді. Маньяк өзінің досы каннибал Тайдюдің үйіне келеді. Ол қызымен бірге тұрады және аулада екі қаһарлы күрес иттерін ұстайды. Детектив Чо және оның қызы Йон Сухёнге қоңырау шалып, қазірдің өзінде қан жеткілікті екеніне сендіруге тырысып, жігітке кек алудан бас тартуын сұрайды. Алайда агент өз жоспарынан бас тартпайды. Тойдю оның құрбысы және Ген Чхёл жақында каннибал өлтірген қыздың етімен кешкі ас ішеді. Тойдю досын қандай да бір агрессивті адам аңдып жүргенін біліп, Ген Чхёлге оның жақын туысын өлтірдің деп болжайды. Және кек алушы олар сияқты жақсы аңдушы екенін айтады. Және ол ештеңеге тоқтамайды дейді. Агент үштіктің бүкіл әңгімесін микрофон арқылы жақсы естиді. Тойдю келесі тағамды дайындамас бұрын ұйықтауға кетеді. Осы уақытта Ген Чхёл досының сөздерін қорытып, оны кім аңдып жүргенін түсінуге тырысады. Ол табанды жігіттің қолында жақында өлтірген жүкті қыз сияқты сақина болғанын есіне алады. Тоңазытқышты тексеріп ештеңе таппағаннан кейін Тойдю жақында ұстап алған қыздың артынан жертөлеге түседі. Каннибал байғұс қызды ас үйге сүйреп апарады, оны кесіп пісірмек болады. Кенеттен күтпеген жерден Сухён пайда болады. Ол үйдің үйесіне бірнеше қатты соққы береді және қолын үстелге бұрағышпен шегелейді. Ген Чхёл ас үйден шу естіп, қолына мылтық алып ас үйге жүгіріп барып, агентке бірнеше рет оқ жаудырады, бірақ жігіт қашып кетіп қалады. Сухён бөлмелердің бірінде каннибалдың қызы артқы жағынан шабуыл жасаған кезде үшкір металл құбырды табады. Қыз агентке қайшыны иығына тигізеді, бірақ Сухён оны тез нокаутқа түсіреді. Жігіт дәлізде Тойдюмен кездесіп, басын бірнеше қатты соққылармен сындырады. Агент қайтадан Ген Чхёлдың атуынан бұрылады, содан кейін маньякты жерге құлатады және оны есінен танғанша құбырмен ұрады. Барлау қызметінің жетекшісі детектив Чоге келіп, Сухёнды тоқтату үшін онымен сөйлесіп көруді сұрайды. Таңертең каннибалдың үйінен зардап шеккендердің барлығы, соның ішінде Сухёнды жедел жәрдеммен ауруханаға жеткізіледі. Ген Чхёл ес-түссіз болып көрініп, Сухённың әріптесімен сөйлескенін естиді. Екеуі маньяктың денесіндегі GPS диктофоны туралы айтып жатқанын естіп қалады. Ген Чхёл ауруханадан қашып кетеді және агентпен қашықтықтан сөйлеседі. Ол оны GPS диктофон арқылы тыңдайтынын түсінеді. Маньяк күліп, Чуйон жүкті болғандықтан оны аяуын өтініп сұрағанын айтады. Бұл жаңалықпен Сухёнды таң қалдырады. Ген Чхёл GPS диктофонын ағзадан табиғи жолмен шығарады. Ол құрылғыны жақын маңдағы курьердің аузына тығады және оның көлігін тартып алады. Ол жерге жеткенде агент маньяктың қашып кеткенін түсінеді. Ген Чхёл ақыры ауруханаға келген полицейлерге қоңырау шалып, берілгісі келетінін айтады. Сухён Тойду палатасына абайлап кіріп, маньяктың қайда екенін айтуды талап етеді. Каннибал күлімсіреп мойындайды, оның досы Чуйонның әкесі мен сіңілісін өлтірмекші. Содан кейін Ген Чхёл агенттің қалыңдығына өлмес бұрын жердегі жоқ ләззатты бергені сөзсіз деп қатты күледі.
Бұл Сухёнды өзінен шығарады және ол Тойдюдің жақтарын жалаң қолмен жыртуға тырысады. Полиция машиналары бас детективтің үйіне қарай асығады. Бірақ бәрі кешеді. Генчхёл жақында осында болып, үй иесін гантельдермен аяусыз ұрып, қызы Сионды де өлтірген болатын. Сухён детектив Чоның үйіне келгенде полиция қызметкері мұның бәрі тек жігіттің кінәсінен болды деп айқайлайды. Генчхёл Сухённың ұялы телефонына қоңырау шалып, енді кім жеңді деп ойлайсың деп күлімсіреп сұрайды. Ашуланған агент маньякты қуып жетуге тырысып кездесуге барады. Генчхёл машина толған жолда тоқтап, полицияға берілу үшін қолын көтереді. Осы кезде Сухён келіп, маньякты ұстап алып, қараусыз қалған ғимаратқа апарады. Онда зұлым оның қалыңдығын өлтірген еді. Агент Генчхёлды өзінің гильотинінің астына байлайды. Маньяк жігіттің әкелген азабы оған маңызды емес, мен сені бірнеше рет жеңіп қойғанмын деп қайталайды. Сухён зұлымның бетін өткір түйреуішпен теседі. Содан кейін Генчхёл ауырып айқайлай бастайды және оны тез арада өлтіруін өтінеді. Сухён маньяктың жанында диктофонды қалдырады. Сухён сыртқа шығып, Генчхёлдың туыстарына қоңырау шалып, құлағына құлақ қапкиеді. Маньяктың ата-анасы мен ұлы ғимаратқа жақындағанда, Генчхёлдың есікке байланған гильотинадан арқан ұстап тұрғанын білмейді. Зұлымның әкесі есікті әрең ашып, ұлының тістерінен арқанды жұлып алып, Генчхёлдың басын кесіп тастайтын пышақты басқарғанын білмейді. Оның басы жақындарының аяғына тікелей домалайды. Үшеуі қорқыныштан айқайлайды, ал Сухён мұның біткенін естігенде құлаққапты құлағынан шығарып, қалыңдық қайтыс болғаннан бері оны азаптап келе жатқан шексіз азаппен жылайды. Фильм осымен аяқталады.